Сәлем достар, бүгін біз өте керемет дәмі тіл үйіретін самса пісіреміз. Және самсамыз өте әдемі шығады, қытырлақ, сондай қонаққа қойған кезде ұялмай қоя бересіздер. Оның қамырына алдымен азғандай тұз және салқын су құямыз. Суымыз қатты салқын болмау керек. Екеуін жақсылап араластырып алып, ұнымызды саламыз. Қамырды июі қанғанша елеу керек. Шамалы қаттылау елесек, әдемі шығады. Қамырымызды жақсылап елеп болғаннан кейін ыдысқа салып, біраз уақытқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бетін жауып. Енді самсаның салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, мен жылқы етінен дайындалған фаршты жасадым. Және 2 пияз қостым ішіне. Тұз салып аламыз, қара бұрыш саламыз. Сосын аздап зіре қосамыз. Ол дәмін одан әрі әдемі етеді. Жақсылап араластырамыз салмамызды. Салмамыз дайын. Енді қамырын жаюға кірісеміз. Қамырды өте жұқа етіп жаямыз. Міне қамырымыз жайылып бітті, дайын болды. Енді арасына мен кәдімгі сармай жағамын. Маргариннен небәрі алшақ болғанымыз жақсы. Себебі оның денсаулыққа зияны шамалы көптеу. Сондықтан мен сармай қолданамын. Жақсылап арасына ертілген сармайымызды жағып аламыз. Сармай қосылғаннан кейін өте дәмді болады. Осылай қамырымызды орап аламыз. Міне осылай қысып біраз қоямыз. Және бөліктерге бөлеміз. Бөлінген қамырымызды қолмен дөңгелек етіп аламыз. Сонда жайғанда оңай болады. Барлығын осылай дайындап шығамыз. Салмамызды салып болған соң жақсылап түйіп аламыз. Және духовкаға 250 градуста 1 сағатқа қалдырамыз. Міне самсамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.